бізге 7 класстан бастап абай жолын оқытты. Басымыздан өткен ортақ құндылық бұл. Сен бірден әдебиетке романмен кіруге хақың жоқ. Бізде не үшін діни қайраткеріміз жоқ? Дін еріккеннің ермегіне де айналып бара жатыр. Арабтың бір жекеменшік дінін біз арендаға, яғни жалға алып ұстанып отқан халық ретінде көрініп келе жатырмыз да. Біздің күйіп тұрған мәселелерімізге арашашы болған бірден бір кісі. Даратбек қажыны кім оқи қояды екен? Сені ана Кремльде атеистердің ортасында сенің атыңды атап отыр ғой. Бұл қалай болған? Армысыз ардақты ағайын, құрметті әлеумет. Ақылымнан бүгінгі күнге дейінгі тұтас адамзат баласының руханиятына ортақ іргелі дүниелер бірінен кейін бірі кесек-кесегіменен тарих болып, әдебиет болып, сол әдебиет пен тарихты жасаған тұлғалар өмірі, олардың аз-кем шығармашылық ғұмыры туралы сөз едәуір қозғалып келеді. Десе де айтылмай жатқан тақырыбымызда, айшықталмай жатқан мәдениетімізде, әдебиетімізде үлкен төңкеріс жасалған ұлы тұлғалардың келбеті әлі күнге дейін айшықталмай жатқаны өкінішті. Ендеше бүгінгі қазақ әлемі интеллектуалды сыр сұхбат алаңының кезекті кейіпкері, жас қаламгер, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Қанат Алтынбек бауырым. Қош келдің бауырым. Қош көрдік. Қал қалай, амансың ба? Тәуба, жақсы. Енді осы сұхбатқа келісердің алдында біраз өзіңменен жүздесулер болды, әңгімелер болды. Ой өзегімізді арғай талғажау ету үшін жақсы әңгімелерге, тұшымды ойларға қағаз бен қаламды алғаш қай жастан бастап серік ете бастадың? Саған әсер еткен дүниелерден ойымызды өрбіте отырайық. Көп рахмет. Расында қалам мен қағаз, әдебиет, өнер, мәдениет деген бір керемет дүние ғой. Ол халықты рухани тазартады. Мысалы біз дәрігерге барған кезде біздің тәнімізді емдейді. Ал біздің сіз өзіңіз айтып отырған әдебиет, мәдениет, ол тәнімізді тазалайды. Енді ол ең алғашқы жаза бастаған кезең бүкілінің сол мектеп жасында болады. Мектеп кезеңінде осы көптеген кітаптар оқыдық. Менің ойымша жалпы мектепте қай пәннің мұғалімі мықты болса, сол мектептен, сол саладан шығатындар көп болады, тұлғалар. Біздің өзіміздің оқыған мектебімізде әдебиет пәнінің мұғалімдері мықты болды. Одан соң физика пәнінің мұғалімі мықты болды. Бізде физиктер өте көп шықты. Әдебиетшілер, яғни филологтар көп шықты. Бізге 7 класстан бастап абай жолын оқытты. Сол жалпы абай жолын оқып, осындай кітап жазуға болады екен ғой, кітаптың кейіпкерін табуға болады екен ғой деген сияқты ойлар сол мектеп қабырғасынан келді. Сол кезде осы ауылдық, аудандық, қалалық газет журналдарға бірдекілі эсселеріміз, мақалаларымыз, тақпақтарымыз шығып жатты. Одан соң осы Алматыға келіп оқуға түскеннен кейін үлкен әдеби ортаға түстік. Содан жазудың не екенін түсіндік. Баяғыда бала көзбен қарасақ, енді басқаша көзбен қарап, барлығына жауапкершілікпен көз тастайтын кезең осы студенттік кезеңнен басталды деуге болады. Адамның жан дүниесінде бұлқынып жатқан тәңірі сыйлаған дарым мен өнер қашанда да бір қайшыласып жататын уақыттардың мезетіне сәйкес келген кезде ол өнер міндетті түрде сенің көкейіңдегіні, ойыңдағыны, жегідей жеп баратқан мәселелерге түрпектеп барып қағазға түсетіні шындық. Десе де бала Қанаттың жас кезіндегі өскен ортасындағы үлгі тұтатын ауылдағы аузы дуалы ақсақалдар мекенін, жоқ әлде ұстаздар мекенін, соны қанығырақ білгіміз келеді. Адамға бір себепкер дүние болады ғой. Мысалы біреулер айтады, дәрігер не үшін болдың десе, менің әкем анам ауырды, сол кезде мен әкеме анамды емдеу үшін дәрігер болдым дейді. Қарасаңыз, дұрыс логика. Ал енді менің осы әдебиетке келуіме, біз енді оңтүстіктің тумасымыз, ол жерде әкеміздің анасын апа деп айтады. Енді көп жерде басқаша айтады, әже дейді. Сол біз апамыздың қолында өстік. Ол кісі келестің қызы, әйгілі. Сол қазақтың дәстүрі, ғұрпы, аңыз әпсана, ертегілер, фольклорын барлығы біз кітаптан оқысақ, кейін ал баяғыда бізге апаның айтып отқан ақылдардың барлығы сол фольклор екен ғой. Сол өнер екен, сол жаңағыдай біздің тарихымыз екен. Бірақ ол жерде жаңа ертегі сияқты айтылды да.
Сөйтіп жалпы адамның қиялы жүйрік болу үшін ертегілерді көп оқу керек дейді ғой Дулат Исабеков. Сол сияқты менің де бір қиялым жақсы даму үшін сол бала күнгі естіген, апамнан естіген, сол ауылдың қарияларынан естіген аңыз әңгімелер себепкер болды деп ойлаймын. Себебі менің осы ең алғаш тырнақалды әңгімелерімнің біріндегі кейіпкер тұтасымен сол біздің апамыздың айтып берген оқиғалары болды. Яғни соны мен кейін әдебиетке айналдырдым, кісі аттарын өзгерттім. Сол сияқты ауылдағы өзіміздің көне кітап болған дария қарияларымыздан сол ертегі аңыздарды естіп өстік. Сол әдебиетке бізді жетелеп алып келді. Бір қызығы бәріміздің де басымыздан өткен ортақ құндылық бұл. Шыны керек, енді осы құндылықтардың ары қарай қатайып, күшейіп, белең алып, жаңа бір рухани үдеріске бір жаңашылдықпен келуде үлкен талант пен қажырды қажет ететін дүние. Қазір біз тілге тиек етіп отырған мынау алдарыңызда тұрған қазірет пен құзырет деп аталатын марқұм Ратбек қажы марқұмның өмірі және ол кісінің бүкіл атқарған еңбегіне қатысты елеулі дүниелерді тілге тиек еткелі отырмыз. Енді Қанат, осы бір дүниеге өзің қашаннан бастап қалам тарттың және бұның зерттеу барысы, осы кітапты, ол кісінің өмірін қалай басталды? Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің бір сөзі бар. Мен Қытайдан келген кезде тұтас романның идеялары менен оқиғалар менің блокнотымда жазылып тұрды дейді. Бірақ әдебиеттің өзінің әдебі бар дейді. Яғни сен бірден әдебиетке романмен кіруге хақың жоқ дейді. Сен ұсақ әңгімелер арқылы өзің танытуың керек. Одан кейін хикаяттар беруің керек дейді. Сол сияқты мен де ең бірінші осы әдебиетке келген кезімде апамның Алақан деген әңгімелер жинағыменен шықты. Ол әңгімелер жинағымның шығуына түрткі болған айта кету керек мұндай кезде сол әдебиеттегі ағаларымыз, оның бірі осы Қасымхан Бегманов, одан кейін Нұрдәулет Ақыш ағаларымыз осы кітабымның жарық көруіне көп еңбек сіңірді. Жалпы адамның бойындағы талантты көретін үлкен кісілер ғой. Сол кезде сенің бойындағы талантты көріп шығару олардың міндеті болса, ары қарай оны алып кету сенің міндетің. Ал өзіңіз айтып отырған осы Хазірет пен Құзырет тарихи деректі эссе романы жазу барысы маған мектеп кезінен келді. Енді ауылда өскеннен кейін ауылдық мешітке барамыз. Сол ауылдық мешітте жүрген кезде бізге өте білімді деген қазіргі мағынасында жан жақты деп айтайықшы, дүние ғылымында, дін ғылымында терең меңгерген Қайрат молда деген ағамыз болды. Бүкіл ауыл Қайрат молда деп айтады да. Сол кісі енді анда-санда мешітке барған кезімізде сөзінде уағызын айтып жатады да, осы Ратбек қажының аударған Құранын оқыңыздар дейді. Мен ол кісінің сол осы сөздерінен кейін мен құлағыма сіңіп жүрді. Мен ол кісінің баяғыда қайтыс болып кеткен кісі, бұрын аударған Құранды деп ойлап жүретін едім. Қатты мән бермедім, тек құлаққа сіңе берді. Кейін университетке түстік. Университетке түскеннен кейін осы кісінің бірдекілі видеоларын әлеуметтік желіден көріп қалатын тұғым. Өте бір рухты кісі ғой, айқайлап сөйлейтін, жаңағы диапазоны мықты кісі. Айтқан оқиғалары да мына дін адам екен деп ойламайсыз, ол кісі сөйлеп жатқан кезде. Таза қазақтың білімді қариясы екен деп ойлайсыз. Себебі ол мынау дәстүр менен дінді шын тура мағынасында ұштастыра білген адам да. 2020 жылы бұл кісі 80-ге толды. Діни басқарманың құрылғанына 30 жыл болды. Сол кезде Ратбек қажы Нысанбайұлына Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей бұйрығыменен Парасат ордені берілді. Сол кезде мен бұл кісі туралы тереңірек қарастыра бастадым. Себебі газет, журналдар баса бастады бұл кісі туралы. Біраз жыл енді елдің жадынан өшіруге тырысты ғой бізді, Ратбек қажының есімін. Шеттетілді көп жағдайда. Бірақ кейін осы 2020 жылы газет, журналдар, теледидарлар бұл кісінің сұхбаттарын емін-еркін бере бастаған кезінде мен бұл кісінің соншалықты білімділігі, соншалықты діни қайраткерлігіне таңғала бастадым. Деп өзімнің қойын блокнотыма жаза бастадым. Бұл кісі кім? Жалпы не айтып жүр? Бірақ ол кезде бірден кітап жазу деген ойымда болған жоқ. Ол кезде менде мынандай ой болды. Бізде тарихи тұлға бар. Мысалы, тарихи тұлғадан кім деп айтатын болсақ, бүкіл халық есімін танитын жаңағы Марғұландарды айтамыз. Бекмахановтарды айтамыз. Талас Омарбековтерді айтамыз. Әдебиет десек Әуезовтерді айтамыз. Сол кезде маған ой келді, бізде не үшін діни қайраткеріміз жоқ?
енді ғұмар қарашықтарды айтамыз, олар енді алаштық идеяда болды. Осыдан 100 жыл бұрынғы тұлғаларымыз. Ал енді одан кейінгі бізде дін турасынан осы діни қайраткер деп айтатын тұлғаларымыз өте аз. Бүкіл ел тани білетін тұлғаларымыз өте жоқтың қасы. Және де ол діни қайраткер дегеніміз қазір өзіңіз түсініп тұрсыз ғой, мынандай алмағайып кезеңде дін еріккеннің ермегіне де айналып бара жатыр. Дін бір қалай айтсақ болады, жаңағы арабтың бір жекеменшік дінін біз арендаға, яғни жалға алып ұстанып жатқан халық ретінде көрініп келе жатырмыз да. Ал Ратбек қажының көзқарасымен біз сол дінді түркілендіріп, діннің жаңағы бүкіл категорияларын өзімізге сіңірген халықпыз. Және де оны тек қана біз қабылдай қойған жоқпыз. Оған да біз өзіміздің ерекшеліктерімізді қосқан халық екенімізді біліп мен қуандым. Бұл Ратбек қажы туралы іздене бастадым. Бұл кісі туралы бір жерде бір сөйлем айтылса, мен дәптеріме жазып отырдым. Жалпы кездессем екен деп жүрдім. Бірақ енді карантин болды, білесіз. Бұл кісімен жолығудың сәті түспей жүрді. Бірақ мен 2023 жылдың қыркүйегінен бастап арнайы осындай бір дәптер арнадым. Осы Ратбек қажы туралы кітап жазамын. Мүмкін ол мен монография болады деп ойладым. Себебі бұл кісі туралы оқиғалардың барлығын әдебиетке алып келу мен үшін өте қиын болды. Сөйтіп дәптеріме түртіп жатып едім, қарасақ бұл кісі туралы оқиғалар өте көбейіп кетті. Жаңа бұл кісінің Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевпенен болған ұстаз бен шәкірт сияқты байланысы, аға мен іні сияқты байланысы, Өзбекәлі Жәнібековпен байланысы, одан кейінгі мынау Халифа Алтай аталарымызбенен байланысы, өте терең мағынада сұхбаттарын естігеннен кейін бұны жайлап мен көркем түрге ауыстырғым келді. Сөйттім де бұл кісі туралы жазуды 2024 жылдың қыркүйегінде мен еңбек демалысына шықтым жұмыстан. Сол кезде түбегейлі жазуға отырып кірістім. Себебі ол кезде Ратбек қажы 84-те. Келесі жыл 85 жылдық, яғни 2025 жыл. Мен сол 2025 жылдығына өзім арманым соны жазсам екен дедім. Сөйтіп өзіміздің құрбы құрдастарымыздың арасында, осы қалам ұстаған достарымның арасында айтқан кезімде, сен қызықсың, өз бір кітабың шықты, тәуір, енді махаббат туралы жазсаңшы. Қазір осы жастардың көбі махаббат туралы жазады, елдің көбі оқитын кітаптардың бірі де махаббат туралы ғой. Деген кезінде менде де ой болды, енді махаббат туралы жазсам, көп адам оқиды, көп адам біледі. Енді Ратбек қажыны кім оқи қояды екен деген сияқты ойлар келді, бірақ жоқ. Бұл кісінің көз тірі кезінде мен жазуым керек деп өзіме қатаң тәртіп қойып жаза бастадым. 2025 жылдың 11 қаңтарында бүкіл ел қара жамылды. Мұхтар Мағауин қайтыс болды деген сөз шықты. Америкада о дүниелік болды. Маған өте қатты әсер етті сол. Себебі Мұхтар Мағауинді мен денсаулығы өте мықты, өзі режимменен, тәртіппенен өмір сүретін кісі, бұл кемінде 95 әбдіжәмілдердің жасына жетеді деп ойладым. Бірақ аяқ асты ол кісі кетіп қалды. Тура сол 11 күні мен Ратбек қажыға бірінші тұңғыш рет звондадым. Хабарластым. Ата осындай, кімсің? Ол кісінің өзінің сөйлеу манерасы солай ғой. Сөйтіп, ата сізбенен жолығуым керек. Жарайды, жарты сағатқа уақыт табам. Осы күні келді, 18 қаңтарда келді еді. Есік қаласына бардым. Жарты сағатқа сұхбаттасам, мен уақытым жоқ деді. Ғылыммен айналысып отыр екен. Яғни көне кітаптарды қазақыландырып жазып жатыр екен. Менің уақытым жоқ, былай еркіп сұхбат беруге, сөйлесуге менде уақытым жоқ. Жарты сағат сөйлесеміз деді. Сөйттік те, ол кісі Есік қалалық мешіттің бас имамы ғой. Есік қаласын арнайы көлікпен алып бардық. Сенсеңіз 5 сағатқа жуық әңгіме айттық. Яғни мен ол кісіге дайындықпен барғаным ол кісіні шабыттандырып жіберді. Сұхбат барысында намаздың уақыты келіп қалады, ол кісі намазын оқиды, біз сыртқа шығып тұрамыз, қайтып кіріп, қайтадан жалғастырдық. Сөйтіп үйіндегілер хабарласады ғой, ата сіз жарты сағатқа кетіп едіңіз ғой десе, жоқ, балалар дайындықпен келіпті. Ел үшін осындай бір кітап жазып жатыр екен, мен көмегімді жасадым дейді. Сөйтіп жаңағы нақты дерек көздерді мен сол 5 сағатқа созылған сұхбатта дәптеріме жазып алдым да, содан бастап жазуға кірістім. Сонымен наурыздың басында кітап аяқталды. Бәрекелді. Мұна Ратбек қажы ағамыздың дүниеден өткеніне санаулы күн. Бірақ ол кісімен өзімізде телефонда талай рет тілдестік, бірақ бетпе-бет дидарласудың реті келмеді, сәті бұйырмады дегендей байқап отырмын. Жеті тілде жетік білетін және діни істер күйіп тұрған кезде соның басшылығында болған Совет үкіметінің кезінде бүкіл бір қыдыру мәселелерінің барлығын ортаға қойып, мен деген 40 жыл ел басқарған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевпен терезесі тең болып әңгімелескен, сөйлесе алған, сол арқылы талай біздің күйіп тұрған мәселелерімізге арашашы болған бірден бір кісі, парасатты кісі.
осы кісінің осындай ұлы рухани кемелдікке жетуіне не ықпал етті екен, және оның бастауында тұрған дүниелер қандай? Өте дөп айтып отырсыз аға. Ратбек Қажы Нысанбайұлы атамыз осы халқының ұлы перзенті ғой. Ол кісі жеті тілді жетік меңгерген кісі. Ол кісінің жеті тілді меңгеруі кеңестер одағында аңыз болған. Яғни осындай жеті тілді меңгерген адам не үшін дінмен жүр, не үшін дінмен айналысып жүр, келмей ма басқа салаға? Басқа салада қайтаға оның абыройы артады, ақшасы көбейеді, ғылыми атақтар алады, орден медальдар алады деген сияқты әңгімелер болған. Бірақ бұл кісі осы діннің елімізде кеңінен етек жаюына, халықтың мұсылман болуына, яғни бойындағы сан ғасырлық мұсылмандық қасиеттің оянуына еңбегім сіңсе екен деп жұмыс істеген адам. Енді тарихтан айтып кетейік, бұл кісі 1940 жылы дүниеге келген. Орта мектепті 2-4, қалған бәрін 5-пен бітірген. Неміс тілін өте жетік меңгерген, орыс тілін өте жетік меңгерген. Бұл кісі өнерге жақсы болған. Жазу сызудан хабар мол болған. Бірақ осы дінге барам деген кезінде ол кісінің әкесі де, анасы да тірі, ешқандай қарсылық білдірмей, бұл кісі Бұхарадағы әйгілі Мир Араб медресесіне оқуға түседі. Мир Араб медресесіне оқуға түсу ол кезде қиынның қиыны. Екінің бірі түсе алмайды. Ол кезде атеистік кезең оты шарпып тұр, былайша айтқан кезде. Дінге барам деген адамдар санаулық. Бірақ бұл сол кезде Мир Араб медресесіне оқуға түседі. Мир Араб медресесін өте жылдам уақытта бітіреді. Себебі бар ықыласыменен сол білімді меңгеруінің арқасында дипломды бұл кісіге ертерек береді. Мынандай қызық оқиға бар. Ратбек Қажы Нысанбайұлы Мир Араб медресесінде оқып жүрген кезінде алғашқы уақытта сол кездегі медресе директоры Сиражиддин Зияуддинов деген кісіге қабылдауына кіреді. Аға, осындай дінді жақсы үйретіп жатыр, бірақ мен бір көзді болып өсіп жатырмын дейді. Мен тек қана дінменен мынау харам, мынау халал деген нәрсені ғана білем дейді. Мен басқа нәрсені білмей жатырмын. Ол үшін не істеуіміз керек саған? Бұл жер діни оқу ғой дейді. Маған атеистік оқу да керек дейді. Сен қандайсың сонда? Діни оқуды оқысаң, мына атеист қалай екеуін бір-біріне қарама-қарсы ғой десе? Жоқ, мен екеуін оқуым керек. Себебі заман қазір атеистік, біздің насихаттайтынымыз Құдай. Мен атеист адамға кәпір боласын, анау боласын деп қорқытамаймын. Ол кәпір итак та кәпір ғой. Мен сондықтан оған өзінің тілінде сөйлесуім керек. Өз тілінде уағыз айтуым керек. Деген сияқты пікір айтқан кезінде ана кісі отырып қалады. Таң қалады. Мынандай адам яки жаңағы сол кездегі 3 әріптің адамы, яки бір ерекше бір адам деген диагноз қояды өзінше. Сөйтеді де рұқсат, қалаған оқуыңа барып түс дейді. Сөйтеді де бұл кісі сол күні документтерін жинайды, құжаттарын, сөйтіп сол кездегі Бұхар педагогикалық институтының тарих факультетіне оқуға түседі. Қарап тұрсаңыздар, қызық оқиға ғой. Өзі түске дейін Құдай бар деп оқиды. Түстен кейін барады да Құдай жоқ деген білім алады. Сол кезде бұл мен Ратбек Қажымен кейін сұхбаттасып отырмын ғой, айтады, түске дейін Құдай бар, не үшін бар екенін үйренем дейді. Түстен кейін Құдай жоқ, не үшін жоқ екенін үйренем дейді. Сол кезде мына менің екі көзім алыс километрлерді көретіндей болып, бір керемет білімді алып шықтым дейді ғой. Құдай бар, Құдай жоқ, сол маған өте ерекше әсер етті дейді. Бұл сол кездегі мынау Бұхарадағы көне парсы тіліндегі, көне араб тілдеріндегі өте ескі кітаптарын барлығын оқып шығады. Атамыз айтады, ол кітаптар Құдай біледі шыққаннан кейін оқылмаған шығар дейді. Себебі шаң басқанын соншалықты ананың шаңын былайына көріп алуға болады дейді. Кітаптар, діни кітап оқылмай қалған көбісі кітапханаларда. Соның барлығын бұл кісі конспект қылып жаза береді, содан білімін өте терең меңгереді. Тағы да қосымша айтайық. Сол жерде мына романның ішінде өте қызықты оқиға бар. Ратбек Қажы Нысанбайұлы сол Бұхарада оқып жүрген кезінде әйгілі ғалым, дін ғұламасы, профессор Аль-Асқар университетінің ректоры Дивани деген кісі келеді. КСРО-ға өте үлкен резонанс болады ол. Сол Дивани келген кезінде студенттермен амандасады ғой. Бірақ ол енді сол кездегі саясат бойынша бірінші өзбектерді, тәжіктерді қойып қояды да, бұл Ратбек Қажыды төмен жаққа қояды. Сол кезде бұл Құдайдың бір нәсіп еткені шығар. Сол кезде Дивани жаңағы Ратбек Қажымен кездесіп қалады ғой.
Сол кезде Дивани Аратбек қажымен сөйлескен кезінде ешқандай тілмәшсіз Аратбек қажы тікелей арабша сөйлеседі. Сол кезде ана Дивани ректор риза болған соншалықты өзі мына атеистік елге келгенде біртүрлі қынжылып жүрген кезінде ана Аратбек, жас Аратбек қой ол кезде, сол кісімен сөйлескен кезінде риза болады да сол жердегі бас хатшыға, секретар дейміз ғой сол кездегі медресенің директоріне, институттың ректорларына айтады: мен сендерден бала оқуға рұқсат берем дейді. Себебі оған дейін 36 өзбек, тәжіктер, қазақ жоқ ішінде. Солардың барлығын жіберген екен Әлиасқарға. Ешкім бітіре алмаған. Бір ғана одан кейін бір кісі бітірген екен, Жүсіпхан Шакиров деген кісі. Ешкім Әлиасқарды оқып бітіре алмайды екен. Білім қиын да ол жақтікі. Сол кезде айтады: Аратбекті маған оқуға жіберсеңдер, мен басқа студенттерді осының құрметіне қабылдаймын дейді ғой. Сөйтеді да, бірақ ол жерде бұл кісіге іштарлық танытады, бұл кісіні жібермейді оқуға, бірақ басқа студенттерді сол жаққа жіберген кезінде барлығын қуып жібереді. Мен сендерге айтып едім ғой, Аратбекті оқуға жібердіңдер. Егер ол келмесе басқа ешкімді қабылдамаймын деп ескертіп едім ғой, не үшін үйттіңдер дейді. Ол кезде бұл кісі оқуын бітіріп, Шымкентке келіп, колледжде сабақ беріп жүрген болады, тарих пәнінен. Сол кезде қайтадан бұл кісіні шұғыл көлікпен алдыртып, жаңағыдай Әлиасқарға ұшырады самолетпенен. Бір өзін ұшырап отыр. Сол кезде бұл кісіні сенсеңіз, студент, жап-жас жігітті әуежайдан дін істер министр күтіп алады. Сөйтіп жаңағы Диваниға жолықтырады. Ары қарай сол Ливия университетінде бұл кісі өте жоғары білім алады. Ливия университетінің жаңағы шариғат және халықаралық заң факультетін докторлық деңгейде бітіріп, елге 1975 жылы келеді. Бәрекелді. Осындай сан тараулы үрдістердің барлығынан сүрінбей өтіп, Құдай тағаланың да ол кісінің көңіліне, қазақтың игілігіне, алаштың игілігіне берген бірден бір азамат. Енді сырқытпалы уақыттардың барлығының сүзгісінен өткеннен кейінгі шеңберде, елге оралғаннан кейін, білім алғаннан кейінгі отанға оралғандағы хал қадірде оңайға түспеген болу керек. Өйткені санамалап келген кезде біздің екі жақсылар руханиятқа бесібана іске кірісіп жүрген ел ағалар бар, жазушылар бар, қаламдас маңайындағы замандастар бар. Қайсы да оның әсері болуы мүмкін. Бірақ халықтың дінге деген құрметі ерекше еді ғой. Осы кездегі осы халықтың ықыласы ол кісінің абырой беделінде бір саты жоғарылатқан шығар. Өте дұрыс айтып отырсыз. Сол Аратбек қажының қазіргі әлеуметтік желіде бейнероликтер шексіз таралып жатыр ғой қазір. Барлық үнсіз келген басылымдар да сол кісі туралы жазып жатыр. Теледидарлар да ол кісі туралы деректі фильмдер түсіріп бастады. Әттең енді кеш, бірақ бәрібір насихаттала берген жақсылықтың ерте кеш жоқ дейміз ғой. Сол өзінің ең соңғы берген сұхбаттарының бірінде атамыз өте керемет айтты: мен халқыма ризамын деді. Мен сондай діни біліммен келген кезімде атеистік от лаулап тұрған кезеңде мені құрметпен қарады деді. Билік халықты маймылдан туғызып жатқан кезінде халық дінге сенді деді. Мен Қазақстанға келген кезімде 25-ақ мешіт бар деді. Сол 3,5 мыңға жеткізуіне де көмектескен халқым деді. Осы менің айтқан әрбір сөзіме иланған да осы халқым деді. Мен қазақтың ұлымын деді ең бірінші. Одан кейін мен осы мұсылман дінінің қайраткерімін деді. Бұл кісі өте қатты ұлтшыл болатын тұғын. Жалпы ұлтшыл деген сөзімізді қорықпауымыз керек деп жазып жатыр ғой жазушыларымыз. Рас, бұл кісі Аратбек қажы өзінің халқын шексіз дәріптеген тұлға. Осы 1980 жылдары араб мемлекеттердің бірінде 120 мемлекеттің дін істері комитетінің төрағалары, сол кездегі мүфтилер жиналған кезінде бұл кісі баяндама оқиды. Сол кезде айтады: сіздердің араларыңыздан шыққан ғалымдармен мақтанып отырсыздар деді. Енді менікін тыңдаңыздар деді. Мұсылман әлемінен шығып, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған кім деді? Абу Насыр әл-Фараби, біздің жерлесіміз деді. Сіздер бізді атеист деп ойлап тұрсыздар деді. Ал одан кейін жаңағы Бұхари, Тирмизи, барлығы біздің бабаларымыз деді. Яссауи, сопылықтың түркілік феномен жасаған кісі. Ал бертінге келейік деді. Осы араларыңыздан қаншама миллион мұсылмандардың арасынан келіп отырсыздар деді. Сіздерде ғарышкер бар ма деді. Мұсылманнан шыққан ғарышкер. Жоқ, бізден екі қазақ жігіті ғарышқа ұшты деді. Оның бірі тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров деді. Ол сол жаққа ғарышқа тұңғыш шыққан мұсылман деді. Одан кейінгісі Талғат Мұсабаев. Бұлар сол ғарышқа Құран-ы Кәрімді алып барды деді.
сіздер жерде насихаттасаңыздар, біз Құранды космостағы насихаттап жатырмыз деп ана жерде айтып, тағы да өте үлкен баяндамасында оқиғалар айтады ғой. Сол кезде барлығы орындарынан тұрып айқайлап, мынандай атеистік елден келіп отқан, және де ең жас жігіт осындай білімді бар екен, біз осындай елді ұмыта бастаған екенбіз деп, ол да орындарынан тұрып қошеметтеп бұл кісіні шығарып салған екен сол кезде. Яғни білімі бар жерде, барлық жерде қазақты насихаттауға тырысқан тұлға ғой. Жаңа біз сөз арасында айттық, ел ағалары бұл кісіні өте қатты құрметтеді. Төр осы кісінікі болды, сый құрмет осы кісінікі болды, бірақ ел осылай шексіз риясыз құрметке бөлесе де, бірақ бұл кісі өзінің қарапайымдылығын тұрақты сақтай білді. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев өзінің үлкен шаңырағына малын сойып, Құранын оқытып, дастархан жайып, сөйтіп ықылас білдірген кісі. Осы жағын кеңейтіп, дамытып айтып отыр. Жаңағы біздің Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев қазақ тарихында, қазақ санасында кең орын алған тұлғамыз ғой. Әлі күнге дейін Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевты насихаттау жұмыстары бір сәтке тоқтаған жоқ. Арнайы қала ол кісінің атымен аталып жатыр, университеттер, мектептер. Жалпы Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев кеңестік кезеңнің өзінде бар қадари халі жеткенше қазаққа қызмет еткен тұлға. Ең бірінші бұл Ратбек қажымен кездесуі сол кеңестік кезеңде басталған. Бірақ оған мынандай бір оқиға түрткі болады. Советтер одағының орталығы Мәскеу ғой, Кремль. Сол Кремльде үлкен хатшылар жиналған бір мәжілісте Дін істері комитетінің төрағасы, сол кездегі орталық комитеттегі беделді тұлға Христаров деген кісі болған, сол өзінің баяндамасын оқып жатқан кезінде тоқтайды. Сол кезде Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевты орнынан тұрғызады. Димаш Ахметович, сіздің еліңізде жеті тілде сөйлейтін, тек жеті тілде сөйлейтін емес, тек жеті тілде жаза білетін адам бар. Ол әлемдік деңгейдегі ғалым. Қазір сіздерде қазы болып отыр. Бұл кісінің есімі Ратбек Қажы Нысанбайұлы. Сіз соны танисыз ба дейді. Енді сырттай таниды ғой. Иә, танимын дейді. Бірақ мүлде кездеспеген екеуі. Танысаңыз жақсы. Ол кісі тек Қазақстанның ғана дінін басқару емес, осы кеңестер одағының дінін басқаратын деңгейдегі ғалым кісі. Ол кісі докторлығын Ливияда қорғаған деп сол кезде Ратбек Қажының есімін атап қояды. Ойлаңызшы, атеистердің жиналған жиналысында Ратбек Қажының аты аталып тұр да. Дінмұхаммед атамыз отырады орнына, содан кейін елге келгеннен кейін өзінің жүргізушісін Ратбек Қажыға жібереді. Хазіретті шақырыңдар, қолы бос болса келсін, мен арнайы қой сойып ол кісіні қонақ етем дейді. Сол кезде бұл кісі Ратбек Қажы Нысанбайұлы арнайы көлікпен барады. Сол кезде расында да үлкен бұл кісіге сый сияпат жасап, малын сойып, дастарханына отырғызып, ой, Ратбек-ау, інім-ау, сенен біз былайша айтқан кезде жалпылама түрде қашып жүрміз, дін адамы деп. Сені ана Кремльде атеистердің ортасында сенің атыңды атап отыр ғой. Бұл қалай болған дейді. Сол кезде аға дейді, сіз коммунистсіз дейді. Шетелде коммунисті өте жек көреді. Әсіресе араб елдерінде. Мен бұларды, коммунистерді шетелде 3 мәрте құтқарып бағанмын. Мен бұларды дінмен емес біліммен мойындатқанмын. Сондықтан бұлар менің атымды жақсы біледі, содан кейін мақтаған дейді. Сол кезде арасында өте үлкен диалог болады Қонаевпенен. Бұның кітаптың ішінде арнайы тарау бар, бұйырса дін аға мен дін басы деген. Сол жерде екеуінің арасындағы оқиғалар керемет суреттеледі. Димаш атамыз үйінде отқан кезінде жаңағы Ратбек қажымыз аяқ астынан айтады, Құран кітабыңызды алып шығыңыз дейді. Қандай, менде Құран кітабы жоқ дейді. Аға, сырты күміспен қапталған Құран кітабыңызды алып шығыңыз дейді. Сол кезде сен оны қайдан білесің дейді. Аға, сіз Ливияға қызметпен барған кезіңізде сізге сол елдің королі сізге күміспен, алтынмен апталған, күміспен қапталған Құран кәрім сыйлаған. Біз соны сол кезде көргенбіз, студент едік сол кезде депті. Сол кезде, сондай ме деп жаңағы сейфінің ішінен Құран кәрімді алып шыққан екен. Ашады да оқыңыз дейді. Сен менің оқитынымды қайдан білесің дейді. Аға, білем ғой, мен сізді медреседе оқыдыңыз, оқыңыз деген кезде Димаш атамыз есікті кілтіп ашып, жаңағы арабша 1-2 сөзін бастаған екен, ұмыта бастаған ғой енді. Сол кезде, інім-ау, мен ұмыта бастап мына Құранды. Сен бүгіннен бастап маған ұстаз бол, мен сенен үйренейін, осыны қайтадан қалпына келтірейік дейді.
Сөйтіп күнде өз арасында бір уақыт тауып түнде осы Құран кәрімнің майда кішкентай сүрелерін жаттап, сен маған ұстаз болдың, жасың кіші болса да деген сияқты екеуі өте қатты сыйлас, былайша айтқанда аға іні досқа айналады. Кейіннен Димаш атамыз қызметтен кетеді. Қызметтен кеткеннен кейін бұл кісінің тарихтан бәрімізге жасыратын ештеңесі жоқ. Айналасында адамдар азая бастайды, үйінде болады бұл кісі. Сол кезде арасында звондайды, хабарласады Радбек қажыға. Қазірет, уақытың болса келіп кетесің ба? Сұхбаттасайық да дейді. Сол кезде жақсы аға, сізге уақыт табудың қажеті жоқ, қазір-ақ барамын деп, бұл кісі көлікпен үйіне барып, жаңағы есікті ашқан кезінде, бұл менің айтып отқан оқиғам Зухра Шәріпқызы қайтыс болғаннан кейінгі оқиға. Есікті өзі ашты дейді. Ұзын бойлы кісі, солғын тартып, түрі сұрланып кетіпті дейді. Шаршау дейді. Әңгімесін зорға сөйлейді. Сол кезде бірден былай айтты дейді. Хазірет, жалғыздық басыма түсті деп айтты дейді. Яғни жалғызым әйелім бар еді, ол кетіп қалды. Яғни ұрпағым болса мен үйде отырмайтынмын ғой деген сияқты сыңайда айтады. Сол кезде Димаш аға, бірдеңе айтсам ренжімейсіз ба дейді. Жоқ, сізге не үшін ренжимін, айта беріңіз дейді. Сол кезде айтады. Сізге бойды да берген депті, 2 метр қылып. Жұрт көрсе бір сүйсінетіндей. Ойды да берген. Қандай керемет сөйлейсіз. Сізге ерлікті де берген. Қаншама мен осы Алматыда жүрсем, мына қонақ үйді қонайып салдырған, мына театрды қонайып салдырған, мына университетті қонайып салдырған, елдің барлығы осы Алматы сіздің кітабыңыз сияқты, қолтаңбаңыз сияқты. Бүкіл ел сізді айтып жүреді. Яғни Құдай тағала сізге бәрін берген. Енді баланы басқаларға берсін да дейді. Баланы да сізге берсе, сіз онда 4 түлігіңіз саядан болып кетесіз ғой. Одан кейін сізге Меңліахмет атамыз шақырып, Димаш, сен үйлен, одан туған баланы біз қарайық, сен өзің үндемей жүре бер деген кезінде сіз айтыпсыз. Жоқ, бүкіл қазақтың баласы менің балам емес пе деп, сол сөзіңізден айтып қалдыңыз ба? Бүкіл қазақтың баласы сіздің балаңыз деп айттым. Сол кезде күліп жадырап, расында осы қаланы салдырған кезде бізді бір еңбек етіп едік. Мына қазақтың бүкіл баласы менің балам деген сияқты жаңағы жүзіне қан жүгіріп, бір ерекше серпіліп қалды дейді. Содан көп уақыт өтпей Димаш атамыз бақилық болады. Димаш атамыз бақилық болған кезінде бұл кісі өзінің шәкірттеріменен сол кездегі тұңғыш мүфти ғой бұл кісіміз. Бұл кісінің наиб мүфтиі Асылхан қажы Өмірзақ ағамыз барып, Димаш атамыздың үйіне барған кезінде бұл кезде Асанбай Асқаров, Асқар Қонаевтардың барлығын тірі кезі, сол кезде бұл кісіні жаңағы кеңестік тәртіппенен жерлейміз бе, әлде жаназасын шығарамыз ба деген сияқты талас, пікірталас болып жатқан кезінде бұл кісі кіріп барады. Сол кезде енді әңгіменің ауаны бұл кісіні жаңағыдай кеңестік тәртіппенен жерлейміз дегенге сайып бара жатыр екен. Сол кезде орнынан тұрып Радбек қажы, ал жамағат, мен сіздерге 2-ақ дәлел келтірейін. Әмин апа дейді, сол үйдегі бауыры ғой Димаш атамыздың. Әмин апа келіңізші, біз осы Қонаев атамызбенен Құран үйретіп отқан кезінде сіз бізге шай алып келдіңіз. Сол кезде ойбай, біздің Димаштың дауысы қандай әдемі деп мақтадыңыз. Рас па дейді. Рас, Құран оқып отқан көрдіңіз ғой дейді. Көрдім дейді. Жарайды дейді. Асқар аға дейді, Қонаевтың туған інісі ғой. Асқар аға, сіз осы мен Қонаевқа былайынан кәдімгі ұстаздық етіп Құран үйретіп жатқанымды көрдіңіз ба дейді. Көрдім дейді. Міне ағайын, 2 мұсылман адам куәлік етіп тұр, 3-шісі мен болды, жаназасын шығарамыз дейді. Сол кезде бұл өзінің пәтерінің тұсына Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыздың жаназасын шығарады. Жаназасын шығарған кезінде Өзбекстаннан келген делегаттар жылайды. Қазақтар, сендер мықтысыңдар дейді. Осындай мүфтиі бар адамдар, сендер мықтысыңдар дейді. Қонаевпенен үзеңгілес дос болған Өзбекстанның хатшысы Шараф Рашидовты біз жаназасыз жерледік дейді. Сол кезде олар қатты өкінішін білдіреді. Бірақ енді әлеуметтік желіде Қонаев атамыздың костюм шалбарменен қоштасу сәтіндегі видеосы да бар. Мен осыны сұрадым Радбек қажыдан. Ол қалай дегенін, бірінші елмен солай қоштасылды деді. Тәртіп солай болды деді. Кейін мен жаназасын шығардым деді. Ол кісі жаназасы шығарылды, оны жуындырған сол кездегі Асылхан қажы Өмірзақ. Маған келіп әскери тәртіппенен құрметті бас мүфти мырза, Димаш атамыз түгел мұсылман талаптарына сай аққа оралды, жаназасын шығаруға дайын деп маған рапорт берді деді. Яғни Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамызбенен осылай
қарым қатынаста болған Ратбек қажы Нысанбайұлы. Тағы да бір оқиғамыз бар. Мына Кеңсай. Қазір біздің зиялы қауымдар, жалпы елге белгілі тұлғалардың барлығы Кеңсайға жерленеді. Кеңсайға тұңғыш жерленген кісі кім екенін білеміз ба? Кеңсайға тұңғыш жерленген мұсылман Дінмұхаммед Ахмедұлы Қонаевтың анасы. Мынау қазіргі біздің Райымбек көшесі бар ғой, сол жерде орталық зират бар. Сол жерге анасын қайтыс болғаннан кейін сол жерге қоятын шығар десе, жоқ, менің анам өкіметке ешқандай еңбек сіңірген жоқ, бұны сол қырға апарып көмеміз дейді. Яғни бұл жерде саясат. Яғни мұсылмандарға зират керек болып жүрген. Сөйтеді, бұл Кеңсайды жаңағы мемлекеттен зират үшін бөліп алады да, сол жерге тұңғыш рет анасын жерлейді. Содан кейін сол Кеңсай мұсылмандардың зиратына айналып кетеді. Сол кезде Ратбек қажы айтады, Димаш аға, сіз мұсылмандықты терең білген адамсыз деп айтса. Не үшін десе, сіз анаңыздың басына күмбезді орнатқан жоқсыз, мешітті тұрғызған жоқсыз басына сол жерге, тек мұсылмандықтың белгісі айды қойдыңыз, аты жөнін жазыңыз болды депті. Нағыз мұсылман адамның жерлеуі осындай болса керек деп ризашылығын білдірген екен. Заманына қарай адамы дейді, бірақ адамы болса да халық болғаннан кейін халықтың арасынан осылай суырылып шығатын бірегей тұлғалар болады. Ол күні бүгінге дейін көз алдымызда өмір сүріп келе жатқан игі жақсылардың барлығының бойында мұндай ірі мінез бен ірі қайсарлық бола бермейді кем-дегем. Данышпан абай егер жақсы адамның қатарына қосылғың келсе, күніне бір, не жұмасына бір, не айына бір өзіңе есеп ал. Сол алдыңғы есеп алған күніңде не Құдайға, не дүниеге, не өзіңе бір қайырлы іс жасапсың жоқ деп, осы бір дүниені ойға салған кезде, сізбен біздің не тірлікпен шұғылданып жүргеніміз кішкене ұяттылау секілді көреді осындай тұлғалардың аты аталып түсірілген кезде. Енді Қанатжан, әрине Ратбек қажы Нысанбайұлы Орта Азиялық үлкен діни басқармадан Қазақстан діни басқармасын бөліп алам дегенде өз алдына үлкен әңгіме, оны кезекті әңгіме барысында тағы да толғай кетеміз. Бірақ мына нәрсеге тоқталғым келіп отыр. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғаннан кейін ел малақай атып ерекше қуанышты болды. Бүкіл дүниежүзі қазақтар қауымдастығы, оның ішінде өзіміздің елдегі қазекеңдер расымен де көзіне жас алып, анау Түркияда жатқан Халиф Алтай маңдайын сәждеге қойды дейді. Бұл аңыз болып, ақиқат, бұл аңыз болып күні бүгін айтылып келе жатыр. Бірақ тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде алаша бір діни алауыздық көбейді. Осы кезде осы марқұм ақсақалдың басына түскен нәубет те аз болмаған шығар. Қызықты да шырықты кезеңді еске алып отырсыз. Марқұм Ратбек қажы Нысанбайұлының жамбас жерге тигеніне де бір апта жүзі болды. Ратбек қажы Нысанбайұлы ол жоқ жерден дінді қалыптастырған кісі ғой, былайша айтқан кезде. Оған дейін әрине біздің алашордалықтар қазият құрды, діни бірлестіктер құрды, бірақ Ратбек қажының құрған мүфтияты ол заңды және де бір белгілі тәртібі бар, өзінің бір жаңағыдай мүшелері бар үлкен бірлестікке айналып, кейіннен ол осындай мүфтияттың деңгейіне жетіп отыр. 1990 жылы 12 қаңтар жұма күні, яғни Қонаевтың туған күніне сыйлық ретінде деп айтады өзі әзіл сөзінде. Сол 12 қаңтар күні жұма күнінде діни басқарманың сайлауы өтіп, бір ауыздан атамыз сайланады. Одан кейін бұл кісі жаңағы 25 ақ мешіт бар дедік қой, 6 өңірде атымен мешіт болмаған екен. 6 өңірде. Соның бірі мына біздің осы Талдықорған, Қостанай өңірлері. Яғни кезінде болған, кейін қиратылған, жоқ болған. Ал бір фактын айта кетейін осы жерде цифр ретінде. Қазақстандағы молдалардың, осы мешіттерде жұмыс істейтін имамдардың 2-і ғана қазақ екен. Ойлаңыздаршы, 2-і ғана. Біреуі 80-ден асқан, біреуі 90-нан асқан. Екеуі де бүгін ертең күндері белгісіз, қарттар. Сол 2 ғана қартымыз қазақ имам болған, қалған қазақтар дінге оқуға келмейтін болған. Сол кезде, былайша айтқан кезде, Ратбек қажы жалғыз өзі бастаған күресті. Жалғыз өзі бастап, осы Қазақстандағы мешіттердің көбеюіне, медреселердің көбеюіне, университеттердің көбеюіне көп еңбек сіңірді. Әсіресе бұл жерде айта кетуіміз керек, Алматы қаласында орналасқан Нұр Мүбәрак Ислам университеті бар. Іргетасын қалаған Ратбек қажы. Сол кезде діни білімді адамдардың жоқтығының кесірінен бұл кісі сондай университеттер, институттар ашуға мұқтаж болды. Себебі бұл кісі енді Орта Азиядан дінді бөліп алғаннан кейін қазақтарды олар дінге қабылдамай қойды. Қазақтарды оқытпай қойды.
Сондықтан бұл кісі өзінің сол кездегі биліктің келісіміменен ислам институтыменен Нұр Мүбаракты құрады. Бірақ алғашқы кезде бізде оқулықтарда жоқ қой, кітаптар жоқ. Бұл кісі жаңағы бір кітабын бастаған кезінде ойланады, қай кітаптан бастайын. Қарапайым намаз оқудың не екенін білмейді екен сол кезде. Кітаптар жоқ. Сөйтіп намаз оқып үйренейік деген сияқты кітаптарды өз жазып бастайды. Бірақ мен білетін бұл кісінің өміріндегі ең елеулі кітап ол Құран кәрімді қазақшаға аудару. Бұл туралы бір тамаша оқиға бар. Кеңестер одағы ыдыраудан алдын Өзбекәлі Жәнібеков Ратбек қажыға келеді. Ал құрметті Қазірет, мынау КСРО-ның шаңырағы шайқалайын деп тұр. КСРО-ның шаңырағы шайқалған кезде біз ертерек әрекет жасауымыз керек. Мына Құран кәрімді қазақшаға сөйлет, қазақшаға аудар. Араб тілін мықты білемін дейсің ғой, қазақшаға жақсылап осыны маған аударып бер. Бірақ өте қысқа уақытта айтады. Өте қысқа уақытта. Аға, мен бұл уақытта үлгере алмаймын ғой деген кезінде, жоқ, үлгересің. Басқа жұмысыңды азайт, түнгі ұйқыңды азайт, осыны сен аударып бер, ары қарай басылуына өзім жауап беремін дейді. Ол кезде жауапты қызметтердің бірінде ғой. Сөйтеді, бұл кісі Құран кәрімді аударуға кіріседі, қасына хатшы береді. Сөйтіп бұл кісі жаңағыдай Құран кәрімді парақтап ашады да, оқып, жаңағыдай аудармасын айта бастайды. Соны 2-3 хатшы қатар отырып қазақшасын жаза бастайды. Яғни енді аударып болып қатесін қарайын аға деген кезде, жоқ, үлгермейміз деп жаңағы Өзбекәлі Жәнібеков сол күйі баспаға апарады. Жазушы баспасынан атамыздың айтуынша 200 мың данамен шыққан. 200 мың дана. Бір кітаптың беті 1000 бет. Сонда қарап тұрсақ, 200 мың данаменен Құран кәрімді Өзбекәлі Жәнібеков жазушы баспасынан бастырады. Сол елге тараған кезінде бір аптада кітап табылмай қалады ғой. Сол кезде Ратбек қажы өзіне алайын десе, кітап жоқ дейді. Халық талап алып кетті. Халықта дейді, ой, өзім аударған кітап өзімде жоқ болып қалды ғой деген кезде күледі, бірақ риза болады өзі. Сөйтіп бір Шымкентте уағыз айтып жатқан кезінде осындай Құран аударылды. Соның аудармасы тіптен өзімде жоқ деген кезінде біреу айтыпты. Қазірет, менде 2 данасы бар, бір қой сойып қойыңыз, барамда сізге беріп кетемін дейді. Жақсы, онда деп бұл кісі Алматыға келгеннен кейін қойын сойып, жаңағы кісі өзінің кітабын алған екен. Яғни діни білімді таратудан алдын бұл кісі дінді қазақша сөйлетті ғой. Бұның алдында мысалы Халиф Алтай аударды деген Құран кәрім бар. Салыстырмалы түрде қайсысы бірін аударған болып тұр? Бұл жерде 2 тұлғаны бөліп жаруға болмайды. Екеуі де қазақтың діни қайраткері. Халиф Алтай атамызды, Ратбек қажы атамызды. Бірақ Ратбек қажы ғалым адам. Ол кісі Қазақстанда тұрған адам. Және де ол кісі жаңағыдай Өзбекәлі сияқты ұлт қайраткерлері кітаптың кеңірек танылуына, кеңірек басылуына ықпал етті. Әрине сол тұста біздің Халиф Алтай атамыздың да аудармалары шығып жатты, кейіннен ол үлкен кітап болып шықты. Одан кейін Құранды қаншама адамдар аударып жатыр ғой. Бірақ осы 2 тұлға қазақтың тұңғыш Құранды қазақша сөйлеткен тұлға деп бөліп жарғым келмейді. Екеуі де сол діни қайраткер тұлғаларымыз. Салафизм мен ваххабизмнің күні бүгінгі дейінгі, әлі күнге дейінгі қалай айтсақ екен, іліп шағылатын, не болмаса қазақи ұғым танымның қазір бір ізге түсіп келе жатқан секілді көрінеді маған. Десе де әлі күнге дейін соған қарсы шабуылдар азая қоймаған секілді. Мынау таудың бір беті жарық болғанмен бір беті көлеңкелі болады ғой. Осы кезде осы дүниенің барлығына ол кісі көз тірісіне шетелге барса да, араб елдеріне барса да қорықпай, барлығын дерегіменен келтіріп, нақты түйіндеме мағынасыменен дәп басып еңбектерді көрсетіп отырып, сондай бір сол күйіп тұрған, өшіп тұрған жердің өзінде соларды қаймықтырғанына таң қаласың. Осы туралы тереңірек толғасақ. Ең әуелі біз діни эксперт емеспіз. Иә. Діни зерттеуші де емеспіз. Біз екеуміз де жазушымыз. Біз тек оларға жазушының көзқарасымен қарай аламыз, жазушының пікірін айта аламыз. Арнайы мамандар, арнайы дінтанушылар бұл туралы өз пікірін айта жатар. Бірақ біз енді мына романның авторы ретінде менің айтарым, Ратбек қажының осы дін басқарған 10 жыл, оның алдында 15 жыл, қазір 25 жылдық кезінде өзінің шәкірттері де қазір айтып жүр. Бірде-бір жаңа сіз айтқан терминдер айтылмаған. Ағымдар, бөлімдер айтылмаған. Бұл кісі жаңағыдай айтуға рұқсат бермеген. Бір күні оқиғамен айтайықшы, ол салаға кіргім келіп тұрған жоқ. Алматы қаласына жаңағы миссионерлер кепті.
миссионерлер түсінікті ғой енді. Олар өзінің дінін тықпалайды. Мұсылман болып көрінеді көзіңізге. Жаңағыдай қалтасындағы ақшаны көрсетеді, қолындағы мүмкіндікті айтады. Сөйтіп бұл кісілерді сол кездегі атын ұмытып тұрмын. Бір кісі мынау тау баурайына тамаққа шақырады. Сөйтіп Мұратбек қажы барады. Сол кезде Мұратбек Қазақстан оларды қонаққа күтіп отыр ғой енді. Палестиналық сақалы мынандай бір кісі дейді. Тағы да арабтар бар, түріктер бар. Сөйтіп сөзін бастады дейді. Ақша жеткілікті. Жаңағыдай сендер бізге жер берсеңдер болды. Мешітті де сап береміз, медресені де сап береміз. Бірақ ішкі шаруасына араласпайсыңдар деп айтады дейді. Яғни дінді біз жүргіземіз деп айтып отыр дейді. Сондай бірдеңкелерден кейін үндемей отырған бұл кісі соңына дейін тыңдап. Сөйтіп сол кезде дастарханға ет келеді ғой, қазақтың жаңағыдай бетінде өзінің шұжығы бар, қазысы бар, жілігі бар. Сол кезде анау хасаттал харам деп орнынан қарғып тұрды дейді. 3 мәрте айтты дейді. Мына тағам харам, мына тағам харам, мына тағам харам деп. Сол кезде Мұратбек қажы ашуланып кетеді. Үстелді бір орнынан тұрып, атаңа нәлет, сен бұл мен 11 миллион халықтың мүфтиімін, 11 миллион халықтың дінбасымын. Осы ел сонда сен харам жеп отыр деп отырсың ба? Деп атаңа нәлет деп ана кісіні айқайлайды. Сен дінге қайшы келіп отырсың, сен жаңағыдай көргенсіздік танытып отырсың, сен Алланың адал асын харамға шығарып отырсың сен деп жаңағыдай ана кісіге айқайлап өзінің дәлелдерін айтады. Ол дәлелдер енді жаңағыдай әрине енді пайғамбарымыздың кезінде жылқы жеуге тыйым салған кездері де болған. Не үшін? Оның астарын сен білмейсің ба деп анаған айқайлайды. Себебі араб жазирасында жылқы астырау қиын. Ол жерде жылқы көбінесе көлік ретінде пайдаланылады. Ол жерде жылқы жаңағыдай мініс ретінде жауға қарсы шабуға пайдаланғаннан кейін олар жылқыны аз жеңдер, жемеңдер. Егер бәрін жеп қойсақ жауға қалай шабамыз деген мақсатта айтылған. Ал біздің даламызда мыңғырған жылқы бар. Жаңағы Ботай мәдениетін айтсақ болады, 70 мың жылқы сүйегі табылды деген не сұмдық? Біздің қазақ даласы жылқы мәдениетімен өскен халық. Сен Құдайдың адаласын арамға шығарып отырсың. Егер саған мынау дінің былай тұрсын, өзің кешке дейін осы Алматыда болсаң, Қазақстан жерінде болсаң аман қалмайсың дейді. Яғни жаңағыдай өзінің қатал талабын қояды. Сол күні кешкісін ана шекарасы кетіп қалыпты. Осындай мысалдар өте көп. Қанша жерден дін басы, ғалым, доктор, әрі қайраткер, қаламгер ретінде де ол кісінің енді біздің халықтың кішкене әлі күнге дейін ояна қоюы, халықтың рухани өлшемінің біркелкілікке түсуі бізде әлі саябырсып тұр. Десе де осындай тұлғаларды жазу барысында өзің қандай дүниелерді бастан өткердің? Кітап несімен қызықты, несімен қиын болды? Кітаптың қызықты болуы жаңағыдай оқиғалар өте көп. Мен оқиғаларды сыйғызамай қиналдым кітапқа. Себебі енді атамыздың 80 жылдық ғұмыры, 85 жылдық ғұмырында бұндай тұлғалар өте көп. Жаңағы Заманбек Нұрқаділов туралы айтсақ, қазір тағы 1 сағат сұхбаттасамыз сізбенен. Жаңағыдай Халиф Алтайды айтсақ 1 сағат сұхбаттасамыз. Әр тұлға туралы бұл кісінің айтары да көп, берері де көп болды маған. Сондықтан кітапты деректі деген сол. Мен Мұратбек қажының отбасына тоқталмаймын. Мұратбек қажының жеке ата бабаларына тоқталмаймын. Тек бұл кісінің жаңа елге сіңірген еңбегі. Себебі атамыздың маған қойған талабы сол болды. Сен мені насихаттама деді. Менің жасаған жұмысымды насихатта деді. Егер насихаттағың келіп бара жатса, мен өзімді насихаттауды қаламайтын адаммын деді. Яғни менің істеген жұмысым насихатталсын деген сияқты нәрселерді айтты. Бұл кісінің жалпы сұхбаттасып 5-6 рет жолығып, ата деп, ол кісі мені балам деп жатқан кезіндегі менің ол кісіден ұққаным, рух мықты болу керек екен бізде. Рух мықты болса, барлығы өзінің жолыменен Алла тағала сізге бере береді екен. Бұл кісі жаңағы 2000 жылы діннен кетті, басшылықтан, көп енді ел айтып жүр ғой, жасыратын несі бар, қуғын көрді дейміз, басқа қылды дейміз, бірақ еш уақытта рухы түспеген. Мынау Қасым Аманжол журналистке берген сұхбатында Өткірдің жүзі ме? Өткірдің тілі, соған берген сұхбатында, шынның жүзінде керемет жаңағыдай өзі қаншалықты былай шеттетіліп жүрсе де рухының мықтылығын көруге болады. Ал мынау атамыздың соңғы жылы атамызға өте көп ауыр тиді. Әрине жыл басталған кезінде 12 қаңтар күні Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы бастаған ұжым бұл кісіге көлік мінгізді.
85 жасымен құттықтады, сый сияпаттарын жасады, бірақ бұл кісі кейіннен ауыра бастады, Радбек қажымыз. Енді мынау әлеуметтік желіде қазір жазып жүр ғой, бұл кісі наурыз айында сол дәрігерге барған кезінде бұл кісі жаңағыдай үлкен аты жаман аурумен ауыра бастағанын айтады, санаулы уақытыңыз қалды деген сияқты айтады. Сондай ауруменен арпалысып жүрсе де, мен оны кейін біліп жатырмын ғой. Сол кезде мамыр айында мен кітапты алып барған кезінде атамыздың көңіл күйі деген ерекше, бірақ жүзі жүдеу екен көрініп тұр, бірақ рухы мықты ғой жаңағыдай. Кітапты мынау өзі оқып шыққан кітап, мынау беттерін қайырып белгі қойып, мына жері өте қатты қажет, мына жерін кітапқа міндетті түрде бер деген сияқты ескертпелерін жазған кітапқа. Одан кейін өмір жолымның көркем шежіресі деген маған рецензия жазды. Осы кітапты басуға болады, ешқандай қателігі жоқ. Мен автордың басты кейіпкері ретінде осы кітапқа куәлік етемін деп өз бір беттік маған қолтаңбасымен жазып берді. Сол кезде мен атамнан үйренгенім, қанша жерден сен қуғын көрсең де, қанша жерден сен ауруға жолықсаң да, сенің рухың мықты болса, сен ешкім жеңе алмайды. Атамыздың өмірінің соңғы жылы әрине сынақпен өтті, бірақ бұл кісінің жаңағыдай бақиға аттануы, о дүниеге аттануының өзі көркем болды. Жаңа біздің абайларымыз, шәкәрім, мәшһүрлеріміздің барлығы ақырым жақсы болсын деп тілеген тұлғалар ғой. Бұл кісінің ақыры өте көркем өтті. Яғни бұл кісі мұсылман үшін қасиетті түндердің бірі миғраж түні, яғни намаз парыз болған миғраж түні, жұманың таңы, осындай бір санаулы адамдарға ғана бұйыратын осындай түні бұл кісі бақиға аттанды. Өмірінің соңына дейін дінге қызмет етті. Өмірінің соңына дейін осы жастарға, халыққа, қазаққа риза болып кетті, батасын беріп кетті. Осы Алматы қаласында өзі өмір өтті, осы Алматы қаласы Кеңсай зиратына жерленді. Бұл кісіден үйренеріміз өте көп. Жалпы Тәңірі қалаған, Тәңірі сүйген перзентін өзінің қалауымен қандай қаққы соққы көрсете, өзі көтеріп алады, мерейін өсіреді, абыройын асқақ қылады. Өзің жазып отырып, өзің өнегөл істеріне куә болып отырып, іштей сен тебіренткен дүниелердің барлығын төгілтіп айтып отырсың. Жетпей қалған жерлер жоқ па? Айтылмай қалған жерлер жоқ па? Бағанағы мысалдарды ол айта береміз, оған бір сағаттан. Десе де, ол кісінің мына жаратқан мен жаратылыстың арасындағы бір тылсым байланыстарға байланысты ойда бөліскен шығар. Ол туралы әрине бөлісті. Бұл кісінің анасы өте діни кісі болған екен. Яғни көріпкел дейміз ғой. Бұл кісі жаңағы Бұхарада оқып жүрген кезінде бұл кісінің не істеп жүргенін, қалай жүргенін келген соң айтып береді екен. Сөйтіп жаңағы енді бұл кісінің өзінде де көрегенділік бар ғой. Хакім Абай атамыз айтады ғой, жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі дейді. Яғни бұл кісінің жүрек көзі ашылып болған кісі. Енді оқиғаларды алдағы сұхбаттарда, кейінгі бір мәселелерді айта жатармыз. Енді осы кітап туралы айтсам. Кітаптың жарық көруі. Марқұм Қабдеш атамыздың атын айттық қой бірнеше рет. Сол Қабдеш Жұмаділовтің бір сөзі бар, соңғы көш туралы айтқан. Бұл кітабының жазылуынан басылуы қиын болды деген сияқты. Сол сияқты бұл кітап, мен ол деңгейде айта алмаймын, бірақ енді бұл кісінің де басылуы біраз болып қалды. Біраз күтіп қалдық біз. Кітап сол мамыр айында атамыздың өзінің түзетпе ескертпелеріменен бітті, аяқталды, бірақ бұл кісінің жаңағы кітаптың басылуына түрлі себептермен шамалы кешігіп жатты. Маған бір күн, бір жылдай өте бастады. Яғни материал дайын, жазылып қойған. Бұл кітап туралы филология ғылымдарының докторы бір пікір білдірді, философия ғылымдарының докторы бір пікір білдірді, және Астанадағы бір құзыретті орында жұмыс істейтін сарапшы бір пікір білдірді. 3 адамның пікірі, 4-шісі Радбек қажының өзінің пікірі. Әрине бұны баспаларға ұсындық, бірақ түрлі қаржыға байланысты, түрлі бізге белгісіз оқиғаларға байланысты басылуы сәл кешеуілдеп қалды. Сөйтіп жүрген кезімізде күзде келді. Күз келгені былай тұрсын, қыс келді. Енді менде қатты бір ыңғайсыздық пайда бола бастады. Яғни күн сайын атамыздың бір-екі видеоларын көріп қалам, звондап сөйлесем, хабарласып, атамыздың шаршап жүргенін, денсаулығы нашарлап жүргенін білгеннен кейін тіптен уайымдап кеттім. Сөйтіп бір күні осы кітапты діни басқарма 26-шы жылы басып береміз деп уәде етті мүфтият баспасынан, бірақ менің арманым осы 25-те шықса екен деген сияқты. Сөйтіп жұмыс орнында отырып қап не істесем екен, осы кітапты қалай шығарсам екен деген кезімде осы Асылхан Өмірзақұл ағамыз есіме түсіп кетті.
ағамызға хабарласып едім. Кітап не болды бала деді. Ол кісі де біледі ғой енді мен жазып жатқанымды. Осындай шамалы басылуына қаржы жетпей жатыр деген кезімде ол кісі Ратбек қажы үшін мен тауып беремін деді. 100 данасын басып беруге ол кісі жаңағыдай өзінің қалтасынан көмектесіп осы кітапты басуға сол кісі көмектесті. Сөйтіп ол кісі Асылхан қажы ағамыз тұңғыш мүфтидің қасындағы тұңғыш наиб мүфти. Жаңағы Нұрғиса ағаларымыздың, Қонаев аталарымыздың ақтық сапарын шығарған кісілердің бірі. Яғни мен Асылхан қажы ағамызға риза болатыным, мейлі ол кісі ұстазына шәкірттік ілтипатын жасай білді. Жасап үлгерді. Мен әрине ол кісінің шәкірті емеспін, қарапайым қаламгермін, жазушымын. Мен осыны жаздым, ешқандай біреуден қаламақ талап еткен жоқпын. Менің басты арманым, басты идеям осындай бір діни қайраткерді әдеби кейіпкерге айналдыру болды. Жазып біттік. Соменен 26 желтоқсан күні мен Астанаға ұшып кеттім. Ол кісі Астанада тұрды ғой өмірінің соңында. Кітаптың бір 20 шақтысын сөмкеме салып Астанаға бардым. Атамыз енді, мен сізге бейнероликтерін салдым ғой әлеуметтік желіге де. Атамыз ерекше қуанды. Қызы Зере апайымыздың қолында тұрады екен. Жаңағы немерелері бір Закария деген анамыз бар, Балақыз апамыз. Солардың қасында өзі рухтанып сөйледі. Міне, аталарың осындай еңбек еткен кісі, міне аталарыңды жазушылар жазып жатыр деп ана жерде бір рухтанып, қайта маған батасын беріп, ризалық көңілменен кітапты парақтап көріп, әттең қазір оқудан қалдым, бірақ сол кездегі оқығандарым әлі есімде, тура сол қалпында шыққан болса, мен ризамын деп батасын берді. Әрине, дәл сол сіздің түзетпелеріңізден кейін ешқайсысын өзгертпедік. Сол күйі баспаға кетіп, міне басылды. Бұйырса кітапханаларға таратамыз, насихатын арттырамыз, өзіңіз қатысасыз тұсаукесеріне деген сияқты нәрселер айтылды. Бірақ Алланың ісіне амал жоқ. Араға тура 20 күн салып, 16 қаңтар күні таңертең сол кісі Бақиға бет бұрды деген хабарды естіп, сол кезде соңғы кездесу өзім көз алдыма келіп, жаңағы метродан енді шыққан кезім еді, жұмысқа бара жатқан, кәдімгідей аспаннан қар жауып тұр, менің көзіме жас ағып, бір ерекше күңіреніп кеттім. Бірақ іштегі бір медеу осындай тұлғамызды, тұңғыш мүфтиімізді, тұңғыш дін қайраткерімізді, осы тәуелсіз кезеңдегі тұлғамызды насихаттауға теңізден тамшы болсын, орманнан желектей бір қызмет еттім ғой деп ойладым. Бір кітаптың жарық көруін ол кісі көріп кетті. Риза болғанымыз сол болды. Айтылатын дүниеге, жазатын дүниеге, зерделейтін дүниеге бір адамның ғұмыры жетпейді, таусылмайды, ұшан теңіз байлық. Алла нәсіп етсе осы қажыр қарамыңды кемітпесін, шабытың шалқи берсін. Кезекті ойламаймын бағанағы ол кісінің әке шешелері, арғы түп аталары туралы енді ол кісінің өзінің өтініші бойынша кішкене тоқтата тұрамыз. Енді айтылмай қалған ойларды әлі де жалғастырасың. Қанат, тек қана сәттілік тілейміз. Осы кітап бүкіл қазақ руханиятының тағы бір олжасы. Мынау тас түлектей түлеп қанатын қаламын қары өтіп өздеріңізге осы еңбекті ұсынып отырған Қанат бауырымыздың абыройы асқақтап, ісі берсін деген тілекпен, құрметті оқырмандар, аяулы тыңдармандар, кезекті санда аман есен жолыққанша сау саламат тұрыңыздар.